саған задание, Ерко. Короче, Дукан стрим запертеді. Итамасаң, басыңа жұмыртқа қаласың. Итамасаң, басыңа 10 жұмыртқаны. Сен аузыңды жапшы, саған айтқан жоқ қой, жауап берші деп. Маған айтып тұрмын, мен жауап берейін дегенде. Мына менің орнымда қой деу. Короче, қара. Ерко, саған задание, Ерко ма? Қалай? Ерко, саған задание, короче, Дуканы стрим снайпер етесің. И өтірік көтің керек стрим снайпер етеді. Өлтіре алмасаң, аузың жапшы сен. Басыңа жұмыртқа жағасың. На, есболтын тыңдамайсың че, мен айтқам ғана. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бұл мен Ерко. Бүгінгі видео өте ерімді видеолардың бірі болмақ. Яғни көп уақыт неге видео жоқ, неге стрим жасамады дегендерге айта кетейін. Менде интернет ұстамады, яғни ютубқа, ВК-ға, ватсапқа әрең кірдім. Ютубқа вообще кірмейді, ватсапқа тек қана ватсап кіріледі. Ал қазір енді ұстады, бұйырса енді өте мықты контентті түсіруге дайынмын. Сіздер арнаны тіркелу, лайктан өз комменттерін жазып отырыңдар. Және де бүгінгі видео Асиктің заданиесі орындайтын боламын. Алынше көп сөйлемей дегенде видеоға кеттік, яғни Асиктің заданиесі орындайтын боламын. Бүгін Дукан стрим снайпер ететін боламын, сквадқа қарсы. Сол үшін видео бастамастан арнаны тіркелу, лайктарды басып, барынша поддержка көрсетулеріне тілеймін, яғни алда жоз контенттер болады. Алынше бүгін бәрін түсіндіретін боламын. Озвучка сол кезде видео түсіруге уақыт болмады менде. В общем, көреміз, кеттік. Достар, бүгінгі видеоның тақырыбын көрген боларсыздар, яғни Асиктің заданиесі орындайтын боламын. Және достар, арнамда видео шықпай кеткен себебі менде сет ұстамады, яғни Wi-Fi вообще ұстамады, сабаққа да әрең қатыстым. Сол үшін кешірім сұраймын, яғни стрим жасауға тырысатын боламын. Сіздерден тек қана бір қолдау, арнаға тіркелу керек. Қызыл подписаться кнопкасын серый вы подписаны қылып тастайық. Яғни колокольчикті басып кетіңіздер, өздеріңізге керек болса. Алайша біз көп сөйлемей өз видеомызды айта берейін. Яғни мен отряд қарсы плантакционға түскен болатым, яғни Дука. Код команда ашты, код командаға бірінші болып кіргенде болдым, бірақ вообще сразу топ кетті, сразу. Яғни оказывается стримда задержка бар екен. Содан мен осы жерден бушмастер көріп, бушмастер алуды жөн көрдім, яғни отряд қарсы сквадқа қарсы бушмастермен алам деген ой болған болатын. Осы жерден яғни 2 магазин болатын, яғни оружияларға ауыстыратын. Және достар, мен видеома түскілеріңіз келсе, яғни комната өзімнен болады, яғни өте топ контентке видео түсіруге подписчиктер керек. Мен ВК-ма жазамыз, описаниеда, немесе Ерке Аманбай деп жазамыз. Қазақша Ерке Болан, қазақша Суманбай. В общем, сол жазамыз. Содан кейін мен банағы үйге кері баруды жөн көрдім, яғни машинамен спортқа тапқан болатын, өздерін көріп тұрғандарыңыздай. В общем, мен осы жерде алдымнан көреміз. Осы сары отқа барған болатын, сары отты ашып қалған кезде әрине АВМ көрген болатын. Сол АВМ алуды жөн көріп, екі винтовкамен атуды, яғни ойнауды жөн көрдім. Содан машинаны кері айдап толтыруға жөн көрдім. Яғни халявный эмоция көрсетіп, кері банағы үйге барып, куратникке барып, банағы жерден аптека, гранатама бірдеме алуды жөн көрдім, яғни тағы бушмастер болса алып алайын деп грибогымды жеп, өзімнің машинама отырып, яғни скині бар, мақтан қоймайды дейсің. В общем, осы жерден түскенде қайта мініп кетіп, в общем, осы жерге барып қараған болатынмын. Осы жерде яғни грена алуды жөн көрдім, гранатаны 3-уын ба алып алдым да, менде аптека жоқ екен, қарадым да аптеканы алдым. Содан маған керек емес автомат патроны, дроваш патроны лақтырып тастадым. Содан машинама отырып кері кеттім.
Осы моментте Дука бар. Clock Tower'де жүрген болатын. Уже Clock Tower'ге жетіп алған, ойлаңыздаршы. Кататуадан Бимасаки барып Clock Tower'ға жеткен болатын. Яғни уыттар мощный оған. Мен одан нарезка жасай алмаймын, өйткені ол стрим алдым. 1-2 апта бұрын өтіп кеткен болатын. Ол кезде видео монтаждап, қазір монтаждап жатырмын. Яғни монтаждағанды істей қоярмын деп ойлағанмын, бірақ кетіріп тастадым өкінішке орай. Олар Clock Tower'де жүрген болатын. Яғни уыттар мощный, в общем, дым адам өлтірмеген, красавать етіп жүр ғой, в общем. Адамдар өлтірмейді, тек урон алады. Ал өлтіріп қойса қайтадан түсіреді. Яғни видео еще менде зарядка 29 болған болды. Сонда да до конца деп түсіріп тастаған болатын. Осы жерде мен ремонтты алуға шешкен жоқпын, өткен мына жерлерде 3-ші броня болып қалса 4-ке ауыстырып аламын деп ойлаған болатынмын. Және мен Bushmaster істеген болатынмын. Содан кейін 3-ші броник таппаған соң, зонаға атқан соң осы ремонт броняны алып алдым да, эмоциямен халявный ар жақта Bushmaster болар деп, немесе патроны болар деп барған болатын, бірақ өкінішке орай патрон таппадым. В общем, ары қарай көре беріңіздер. Және де достар, мен ВК-ма жазыңыздар маған, яғни видеоға адамдар керек. Яғни битва тратить режимді комната өзімнен. Және де осы жерде мен 10 патрон тапқан болатын, коррект патроны. Яғни ненің патроны, винтовканы. В общем, мен осы яқтарды өстіп жүрдім, секіріп жан-жағымды қарап. Мына жерде 3-тің бронясы, 3-тің несі рюкзак тұрған болатын, бірақ мен баны ауыстырып алған болатын. Тупой. Тупой емес. В общем, көп сөйлемейміз. Деп айтпай ақ қояйын, сөйтіп алдыңғы адамда көп сөйлемейміз деп. Сен біреуден ұруадың, танымам деген болатын. Мен осы жерде машинама мініп ары қарай бардым. Яғни до конца, менің мақсатым до конца Дукаларда стрим снайпер ету болған болатын, до конца. Топ-1 алу болатын, яғни сквадқа. Бірақ осы жерде маған өте үлкен, өте көп адам күтіп тұрған болатын. Яғни оларда қандай видео болғанын қазір көретін боламыз. В общем, осы жерде мен машинадан секіріп өлтірем деп ойлаған болатынмын. Қазір секірем, осы жерден секіріп, типа өлтірем деп ойлаған болатынмын. Воп аттым, подшинок қылдым, бір тыйқа бергенде өлетін еді. В общем, менен 150 урон алған болатынмын. Үсіп қашып бара жаттым. Стенка қойдым. Вот, я убил. Просто өлдім. Достар, мен уже талпасынша катка, сол үшін сіздерде үлкен кешірім сұраймын, орындалмай қалса. Сіздермен болған бұл мен Ерко. Келесі кездескенше видеоны лайктарыңды, комментарияны жазып отырыңдар. Ал енді біз келесі видеода кездескенше, яғни Дукан стрим снайпер ету үлкен қиын болды, яғни көп жасамайды. Ал енді сіздермен болған бұл